Сәлем, мен коуч Тори. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз мамандық сөзі. Сонымен, мамандық таңдау ісі сенің құндылықтарыңа және тұлғаның биологиялық негізіне, яғни туа біткен потенциалымызға негізделген. Осы жерде сұрақ туындайды: мамандықты қалай таңдауға болады? Кәсіптердің нақты бөліну уақыты аяқталғанын түсіну маңызды. Технологияның дамуына байланысты әртүрлі салалардың кеңейгені соншалықты бір профориентолог барлық мамандықтар бойынша жас түлекке бағыт-бағдар бере алмайды. Жеке тұлға немесе ұйым экономикадағы және еңбек нарығындағы барлық өзгерістерден хабардар бола алмайды. Сондықтан 2-3 жыл ішінде ескірмейтін мамандықтар каталогын құру мүмкін емес. Тағы бір қиындық, әртүрлі саладағы бірдей позициялар өздерінің тікелей міндеттерінде өте ерекшеленетіндігінде және олар үшін бірдей сипаттаманы құрастырудың мүмкін еместігі. Сенімді және актуалды ақпаратты тек өндірісте жүрген мамандардан алуға болады. Қандай да бір таңдау жасау үшін кең көзқарас қажет. Көбінесе біз белгілі себептермен интернетте және теледидарда белсенді түрде талқыланған күнделікті өмірде кездесетін мамандықтарды, сондай-ақ туыстарымыз бен достарымыздың мамандықтарын білеміз. Бұл жеткіліксіз және таныс адамдардың арасында саған сәйкес келетін мамандық әрдайым кездесе бермейді ғой. Іздеу аймағын біртіндеп тарылту қажет. Алдымен сен жалпы қызметтердің түрін, содан кейін мамандықтар тобын анықтайсың. Содан кейін нақты түрлерін қарастыра бастайсың. Өзіңнің құндылықтарың мен мотивацияңды есте сақта. Өйткені олар сенің ізденісіңді шектеуге көмектеседі. Өзіңе ұнайтын 3-5 мамандықтың нұсқасын таңда. Содан кейін бұл істің не, қалай екенін ішкі жағынан білу керек. Интернет арқылы іздеу ең оңай жолы. Ақпаратты арнайы сайттардан тап, кәсіптің сәтті өкілдерімен сұхбаттарды көр, мақалалар оқы. Қазір адамдар өз жұмыстарының ішкі кухнясымен бөлісетін жобалар мен YouTube арналар бар. Ең жақсы әдіс бұл сол саланың өкілімен байланыс табу, танысу және өзіңді қызықтыратын сұрақтарды қою. Есіңде болсын, бүгінде кәсіп ұғымы шартты түрде. Бұл бірнеше адамдар білетін немесе ешқандай тізімге енбеген ерекше және өзгеше қызмет түрі болуы мүмкін. Сенің кез келген хоббиіңнен, соның ішінде ойын-сауықтардан да нұсқаларды ізде. Тіпті маңызды емес деп санайтын нәрсені де қарастыр. Мамандық таңдау супермаркет сөресінен өнім таңдау сияқты емес екенін түсін. Кез келген анықтамалықта айтылмаған, қолайлы бизнес туралы бір кітап жазылмаған кездер болады. Тиісінше, бұл туралы мектеп мұғалімі де, университет оқытушысы да, кәсіптік бағдарлау маманы да білмейді. Функционалды міндеттері айқын сипатталған нақты мамандықтар түрі артта қалды. Ендігі сұрақ: қандай мамандық таңдау керек? Ал егер нақтылар болсақ, мен өзімнің амбицияларымды жүзеге асыру үшін өзімнің қабілеттерімді қай кәсіпте тиімді пайдалана аламын? Ең бастысы, мамандықтың атын емес, өз мінезіңді, ынта-жігеріңді, бейімділіктеріңді терең түсіну керек. Ол үшін өмірден көп іздену керек. Өйткені бәрін психодиагностика арқылы білу аздық етеді. Өзіңнің құндылықтарыңды ешқашан ұмытпа. Сенің жұмыс істейтін салаң қалауларыңды орындауға қалай жақындата түсетіндігі туралы үнемі ойла. Сенің амбицияңа байланысты қазіргі таңдауың тек үлкен мақсатқа жетудің аралық қадамы болуы мүмкін. Егер керемет режиссер болғың келсе, фильмнің барлық өндірістік процесін түсіну үшін әртүрлі мүмкіндіктер бойынша жұмыс істей баста. Мүмкін сен нақты алгоритм күткен шығарсың. Онда айтылған нәрсе жеткіліксіз болар. Мамандық таңдаудағы әмбебап қағида: адам көкжиегін үздіксіз кеңейту. Магнит сияқты адам да өзіне ұнайтын нәрсеге ешбір көмекші құралсыз тартылады.
бірақ сен тартылу үшін жақын жерде болуың керек. Ол үшін өзіңді қызықтыратын кәсіптің бар екенін білуің керек. Біз саған мамандықтардың толықтай тізімі бар сиқырлы нұсқаулықтың болмайтынын айтқымыз келеді. Сені бұл жайт қобалжытты ма? Мұның бәрі саған тым күрделі болып көрінеді ме? Ендеше осы жағымсыз сезімнен арыламыз. Кәсіби бағдарлау маманының кеңесіне кел. Өзіңді таны және мықты қабілеттеріңді тиімді пайдалан. Сау саламат!